Баршаңызға сәлем, қазақша медицина көрермендері. Сіздермен бірге интерн-дәрігер Жарқасынова Бек Айым. Бүгін біз сіздермен бірге ауыздан жағымсыз иістің шығуы туралы қозғайтын боламыз. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы қазіргі таңда көптеген адамдардың мәселелеріне айналды. Медицинада ауыздан жағымсыз иістің шығуын галитоз немесе халитоз деп атайды. Галитоз бұл, яғни ауызда жағымсыз иістің шығуы, ол ненің салдарынан туындайды. Яғни сіз тамақ ішкен кезде тағам қалдықтары ауызда қалады, немесе тістердің арасында қалады. Сол кезде тағам қалдықтарының пептиді, ол ауыздағы сілекей бездерінің белоктарымен бірге қосылып, олар амин қышқылдарына дейін ыдырайды. Яғни микрофлораның, ауыз қуысындағы бактериялардың әсерінен онда, яғни шіру процестері орын алады. Осы шіру процестерінің салдарынан, яғни күкірт сутегі, күкірттік қосылыстардың, аминдік қосылыстардың, яғни ұшпаларының пайда болуынан ауыздан, яғни жағымсыз иіс шығады. Ауыздан жағымсыз иістің шығуының галитоздың негізінен себептері өте көп. Негізі көпшілік адамдар оны асқазан ішек жолдарынан деп ойлайды, яғни 90% жағдайда. Бізден ол 80% жағдайда ауыз қуысының мәселелерінен, яғни стоматологиялық мәселелердің орын алуынан жүреді. Стоматологиялық мәселелер бұл, яғни кариестің, стоматиттің, қызылектің қабынуы, гингивиттің және де ауыздан ең жаман сасық иістің шығуы бұл пародонтоз, яғни пародонтиттің кесірінен орын алады. Лор органдардың патологияларына, яғни созылмалы тонзиллит кезінде жағымсыз иіс шығады. Және де мұрын және мұрын қойнауларының патологиялары, яғни гайморит, синусит, ринит, фронтит, мұрын полиптерінен, жаңа кішкентай балаларда ойын кезінде мұрнына әртүрлі заттарды тығып жіберуі мүмкін. Соның салдарынан, яғни ол байқалмайды, және де кейіннен сасық иіс шыға бастайды. Оны лорға міндетті түрде қаратып, алдыртып тастауымыз керек. Одан кейін аденоидтардың гиперплазиясы кезінде осы сасық иістің шығуы орын алады. Және де тыныс алу органдары аурулары, яғни төменгі тыныс жолдарының, оларға осы бронхиттің болуы, пневмонияның болуы, өкпе абсцесінің болуы, туберкулездің болуы кезінде осы жағымсыз иістердің шығуы орын алады. Және де осы 5-10% жағдайда асқазан ішек жолдарының аурулары, яғни атрофиялық гастрит кезінде, гипоацитті гастрит кезінде осы жағымсыз иістер шығады. Бұл гипоацитті және атрофиялық гастрит кезінде асқазан қышқылдылығы төмендейді. Осы қышқылдылықтың төмендеген салдарынан астың қорытылуы кідіреді. Соның салдарынан жағымсыз иістің шығуы орын алады. Ішек жолдарынан энтерит, колит кезінде және де 5% жағдайда, өте аз жағдайда осы ұйқы бездің аурулары, бауырдың аурулары, ол цирроз бен асқыну салдарынан туындайды. Яғни өт жолдарының аурулары кезінде де осы жағымсыз иістің шығуы орын алады. Негізінен осы галитоз ол физиологиялық және патологиялық. Біз айтып кеткен себептері ол патологиялық галитоз болып саналады. Ал физиологиялық ол түнде ұйықтап, таңертең тұрған кезде аузынан жағымсыз иіс шығады. Ол қалыпты болып саналады, себебі түнде ұйықтаған кезде сілекей бездерінің қызметі төмендейді, сілекей аз бөлінеді. Соның салдарынан жағымсыз иістің шығуы орын алады. Ол таңертеңгілік жағымсыз иістер болып саналады. Кейбір адамдар, яғни аузын ашып ұйықтайды. Аузын ашып ұйықтаған кезде аузының құрғауы, ксеростомияның болуы, сілекей безі қызметі, одан қоса безінің қызметі төмендегенде екеуі қосылып, одан сайын жағымсыз иістің шығуы орын алады. Келесі, ол бізде ешқандай патологиясы жоқ балаларда, 6 жасқа дейінгі балаларда осы жағымсыз иістің шығуы мүмкін. Сондай-ақ ашығулар, диета кезінде чеснок, пияз, әртүрлі өткір иісті тағамдарды қолданған кезде, және де алкоголь, темекі шегу кезінде, және кофе ішу кезінде осы ауыздан жағымсыз иістердің шығуы орын алуы мүмкін. Бұлар, яғни физиологиялық галитоз болып саналады. Стресс, депрессия кезінде, үрей кезінде, қорқыныш кезінде осы ауыз қуысының құрғауы орын алады, сілекей бездерінің қызметі төмендейді, ксеростомия орын алады. Соның салдарынан осы, сондай-ақ гормоналды ауытқу, әсіресе қыз балаларда, әйелдерде менструал цикл кезінде ауыз қуысынан жағымсыз иістің шығуы орын алуы мүмкін. Ол гормоналдық бұзылыстар, гормоналдық ауытқулар кезінде орын алады. Қалқанша безі аурулары кезінде де орын алуы мүмкін. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы әртүрлі иістер бар. Оларды талдап айтып кететін болсақ, ең бір күкірттік қосылыстардың, күкірт сутегінің иісі, ол асқазан және де өңештің
аурулары кезінде орын алады. Одан кейінгі осы фекалий, нәжіс, шіріген жұмыртқаның иісі бұл бізде ішек аурулары, ішек патологиялары кезінде орын алады. Сондай-ақ қышқыл иістің болуы ол ұйқы безінің аурулары кезінде орын алады. Яғни ұйқы безі ферменттерінің иісі қышқыл болып келеді. Ацетон иісінің болуы бұл қант диабеті кезінде және бүйрек аурулары кезінде осы кетон денелерінің пайда болады. Сондай-ақ біз бұл кезде не жасаймыз, не істейміз, қандай анализдер тапсырамыз деген сұрақтар келеді. Негізінен ауыздан жамс иістің шығуын әртүрлі, мысалға, сағыздың көмегімен, ауызға ауыз шаятын заттардың көмегімен уақытша кетіруге болады. Оның түпкілікті себебін жоюымыз керек. Негізінен ол үшін біз негізінен бұл галитоз ешқашан бір жалғыз өзі дара ауру болып саналмайды. Ол белгілі бір аурудың көрінісі ретінде болып табылады. Яғни сіз тек галитозды ғана байқамайсыз, онымен қоса, мысалға, лор органдары болса, тыныс алу ағзалары, ас қорыту ағзалары, бүйрек, бауыр, осылардың барлығынан басқа да шағымдарды іздеп қарауыңыз керек. Осы шағымдарды тапқан кезде сіз белгілі бір маманға қараласыз. Ең бірінші стоматологқа, лор органдарында мәселелер болса, лорға, тыныс алу органдарында мәселелер болса, пульмонологқа немесе терапевтке қаралу арқылы, сондай-ақ осы асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде ФГДС-ке және де осы хеликобактер пилори туындатқан осы гастрит кезінде, асқазан ішек, 12 ішектің жарасы кезінде де жамс иістер шығады. Ол кезде жаңағы хеликобактерді анықтау үшін уреазды тест тапсыруымыз керек. Сондай-ақ ішек бұзылыстары кезінде колоноскопияның көмегімен және де гельминттер, гельминтоз, паразитоз, осы әсіресе амблиоздар, осы жамс иістерді туындатады. Осы гельминттерді тексеру біздің, яғни аскариданы, гельминттерді, құрттарды, ішек құрттарын тексеру біз осы алдыңғы видеолардың бірінде айтып кеткен болатынбыз. Жақсылап қарап шығуыңызға болады. Одан кейін қан талдауларын, несеп талдауларын, ФГДС, колоноскопия, уреазды тест, стоматологқа, лорға, әртүрлі врачтардың консультациясына жазылу арқылы сіз нақты бір себебін анықтай аласыз. Себебін анықтаймыз, патологияны емдейміз. Сол кезде ғана галитоздан арыла аламыз. Одан кейін ең бірінші біз ауыз қуысының гигиенасын дұрыс жүргізуіміз керек. Ауыз қуысының санациясын дұрыс жүргізуіміз керек. Көп адамдар ауыз қуысының гигиенасын дұрыс жүргізбейді. Ауыз қуысының гигиенасы тісті азанда кешке тамақ ішкеннен кейін міндетті түрде жуып отыруымыз керек. Сондай-ақ көп адамдар тек тісті ғана тазалап, тілді ұмытып кетеді. Тіл нағыз, яғни микрофлораның, бактериялардың, патогенді бактериялардың жинақталатын орны болып санағандықтан, ол тілді тазалауды ұмытпауымыз керек. Тісті тазалайтын жіптерді, ирригаторларды, ауыз шайғыштарды пайдалануымыз қажет. Сондай-ақ осы ауыз қуысында, яғни күкірт сутегінің иісі, аммонийдің иісі, амин иісті әртүрлі заттар, оларды кетіру, оларды ыдыратуға, яғни әртүрлі жеміс-жидектер, көкөністер көмектеседі. Яғни оларға жаңағы қияр, цитрустық, мандарин, апельсин, петрушка, яғни ақ желкен, гвоздик дейміз, яғни қалампыр, мята, яғни жалбыз, осыларды пайдалану арқылы, осылардан шай жасау арқылы, немесе ауыз шайғыштарды жасау арқылы сіз жаңағы ауыз қуысынан, шығуынан арыла аласыз. Сондай-ақ темекі шегуді, алкогольді тұтынуды, кофе ішуді мүлде, яғни доғаруымыз қажет. Осы ауыз қуысының гигиенасын дұрыс сақтауды және де 6 айда бір рет стоматологқа қаралып тұруыңыз қажет. Баршаңызға рахмет. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер де сіздердің пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетуіңізге болады. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша медицинаның дамуына үлес қосыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.